Мені бір досым өзінің туған күнін атап өту үшін ата-анасы салған үйге шақырды. Мен келістім. Біздер 6 адам едік. Мен, досым, туған күн иесі және біздің қыздарымыз. Моншаға су құйдық, барбекю жасадық, үстел қойдық. Мереке әдеттегідей керемет өтті. Моншаға бірінші жігіттер болып бардық, рахаттандық, жуындық. Саяжайдан алыс емес жерде көл бар, және неге жүзбеске деген идея пайда болды. Қыздар ваннаға кетті, біз шомылуға бардық. Мен жүзе алмайтынымды бірден ашып айттым. Сондықтан мен достарыма қысқа жолды көрсеттім. Бір досым жағадан алысырақ жүзіп айқайлай бастады, батып кетті. Бізге прикол ұстап жатыр деп ойладық. Ол су астына толығымен кеткенше біздің ойымыз мүлдем басқа еді. Екінші досым оны құтқару үшін жүзіп кетті, және ол да сол жерге барып айқайлап бастады. Содан кейін екеуі де су астына кетті. Содан кейін әрине қорқып кеттім. Өзіммен телефон болған жоқ. Саяжайға қалай жеткенім есімде жоқ. Қалай және кімге дүрбелең шақырғаны есімде жоқ. Бірақ құтқарушылар мен жедел жәрдем шақырылды. Менде қандай да бір ішкі қорқыныш, ішкі дүрбелең болды. Мен олардың суға батып кеткенін түсіндім. Менің ең жақсы 2 досым қайтыс болды. Мен ештеңе істей алмаймын. Бұл өте өкінішті. Жедел жәрдем мен құтқару қызметкері келді. Сүңгуірлер ашық күлгін еріндері бар 2 көк денені судан шығарды. Бұл кез әлде көз алдымда достарым суға батып кетті.